Балалар бүгінгі сабағын болымды және болымсыз етістіктерде етістіктерін салыстырып оқулардың мағынасын қандай өзгешелік бар екенін анықта дейді. Жүзбе дейді. Жазба дейді. Жаз бізде жүз дегеніміз бұл жерде түбірі бе деген қосымша жалғанып тұр, жүзбе деп. Қосымшалы етістіктерді көшіріп жаз дейді. Түбірмен қосымшалы белгімен белгіле дейді. Мына жүзбе, жазба, күлме, барма, төкпе, тақпа деген сөздердің бәрін көшіріп жазасыздар. Міне бұл жерде күлме деген күл дегеніміз түбірі, ме деген қосымша екен, бар дегеніміз түбірі, ма деген қосымша, төк деген түбірі, пе дегеніміз қосымша екен, тақ деген түбірі, па дегеніміз бізде қосымша екен. Енді бұл жерде қарап тұрсақ, бұл жерде жүз деген болымды етістік екен. Бұл жерде жүзбе деген болымсыз етістік екен. Мына жердің бәрі болымсыз етістіктер екен. Бұл жерде ме, ма, бе, ба, па, пе деген жұрнақтар жалғау арқылы жасалған екен. Мына жұрнақтар екен. Белгілейткенбіз. Мақалды жатқа көркем жаз дейді. Атаның баласы болма, адамның баласы бол дейді. Мақалдың мағынасын түсіндір дейді. Атаның баласы болма. Қарамен жазған етістіктерін салыстырып, олардың мағынасы қандай өзгешелік бар екенін айт дейді. Бұл жерде бол дегеніміз бізде болымды етістігі, болма дегеніміз болымсыз етістік екен. Бұл жерде атаның баласы болма деген, адамның баласы бол дегеніміз, көптің баласы бол, ақылды бала бол деген мағына сияқты да айтылған екен. Енді біз етістік болымды күл, жаз және болымсыз күлме, жазба болып бөлінеді. Болымсыз етістік болымды етістікке, болымсыз етістікке, болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жинақтар жалғану арқылы жасалады. Ерінбе, бұзба, жылма. Тыйым сөздердің қатесін түзеп көшіріп жаз дейді. Босағада тұрма дегеніміз нүкте қоямыз. Сосын бас әріппен жазамыз. Көк, жөпті, жылма деп қайта нүкте қоямыз. Малды дегеніміз мұны бас әріппен жазамыз. Малды теппе, нүкте қоямыз. Мына жерге ақты деген аны дәу әріппен жазамыз. Ақты төкпе деп. Міне ребусын шешуін сөз болымсыз етістік бола ма? Ойынды дәлелде дейді. Бұл жерде бас дегеніміз, бас деген етістікке, болым етістікке бас, па деген бізде болымсыз етістік болып тұр. Бұл бізде болымсыз етістік екен. Міне ребусымыздың жауабы бас, па деген сөз екен. Міне осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар.